Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін сіздерге осындай өте оңай жасалатын дәмді котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттардың мөлшері видеода және описанияда көрсетілген. Ең алдымен картошка сәбізімізді күштен өткізіп, сарымсағымызды ұсақ қып турап, фаршымызға салып араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқаны қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрышты салып, жақсылап барлығын қосып араластырамыз. Котлетіміз дайын, енді формасын жасауға кірісеміз. Қолымызға алып, домалақ шарик қылып, формасын жасаймыз. Өз қалауларыңызға сай не сопақша қылып та жасасаңыздар болады, маған осындай домалақ котлеттер ұнайды. Мінекей осылай котлеттеріміз дайын болды. Енді табамызды сұйық майды құйып қыздырамыз. Қысып тұрған майға котлетімізді бір-бірден салып, қызарғанша қуырып шығамыз. Бір жағы қызарып пісқаннан кейін екінші жағына ауыстырамыз. Мінекей бізде екінші жағы да қызарып пісті. Енді таза тарелкамызға котлеттерімізді салып аламыз. Енді осы сұйық майды алып, басқа ыдысқа құйып, ыдысымызды босатамыз. Ыдысты жумай қойсаңыздар болады. Осының үстіне котлеттерімізді қайтадан салып шығамыз. Котлетті салып болғаннан кейін үстіне қайнаған ыстық судан аз мөлшерде құйып, баяу отта 25-30 минут бұқтырамыз. Сол кезде бұл котлеттің іші чика болмай, толыққанды пісіп шығады. Мінекей біздің дәмді котлеттеріміз дайын болды. Ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын.